10 сынып 3 БЖБ 4-90 биомедицина және биоинформатика биотехнология бөлім бойынша жиынтық бағалаудың тапсырмасының жауаптары. Бірінші тапсырма. Фотосуреттегі биомеханиканың қандай бөлімдері берілген? Биомеханиканың әрбір саласы немен байланысты? А. Инженерлік биомеханика, ауа бұлшықеті, робототехника, аяқ-қолдың жасанды протездері жасалуы және өнеркәсіппен байланысты болып келеді. Екінші. Б. Медициналық биомеханика, жарақаттанудың алдын алу және протездеу. Ал үшінші бізде В. Эргономикалық биомеханика, адамның тірі табиғатпен байланысы. Мақсат пациентті барынша ыңғайлы әрі тиімді жылжыту. А. Ең аз қиындықпен және максималды қауіпсіздікпен қамтамасыз ету. Келесі екінші тапсырма. Суретте не көрсетілген? Жүрек электрокардиограммасы көрсетілген. Суретті мұқият қарасақ. Келесі В. Неліктен бұл зерттеу жүргізілуде? Ол жүректің ырғағы мен өткізгіштігін бағалайды. Тыныштықта жүрек бұлшықетінің қан тамырларының етілуі бағалауға, сондай-ақ жүрек камераларының ұлғаюын анықтауға мүмкіндік береді. Яғни адамның жүрегінің жұмысын бақылауға мүмкіндік береді. Зерттеу нәтижесінде нені анықтауға болады? Инфаркт, жүрек жеткіліксіздігі, жүрек ақаулары сияқты ауруларды анықтауға болады. Сонымен қатар өкпе функциясының бұзылуын бағалауға болады. Келесі кестені толтырыңыз. Бұл жерде ОЖ нысандарын тазалау, сантехникалық немесе антибиотиктерді, инсулинді алу. Одан кейін тау-кен өндірісіндегі шығындардың төмендеуі. Екінші кесте. Пайдалы заттардың бұзатын штаммдардың пайда болуы, бактериялық теңгерімсіздіктің бұзылуы, жұқпалы аурулардың пайда болуы. Яғни осы екі кестенің жауабы. Келесі тапсырма үшінші. ПТР әдісі нені білдіреді? Толық атауы полимеразды тізбекті реакция әдісі деп аталады. Келесі кесте. Бұл жерде РНК немесе ДНК изоляциясы, РНК ДНК-ға кері транскрипт
модификациясы оқшауланған ДНКны амплификация өнімін анықтау. Қандай тағамда ГМО Қандай тағамдар ГМО белгісін алады? Гендік инженерия арқылы генотипіне жаңа қасиетін беру үшін өзгертілген генетикалық түрленген организмдер ГМО белгісін алады. Келесі шындық жалған тұжырымдамасы. Бұл жерде біріншісі ГМО қысқа жеміс-жидек пен көкөніс мәселесін шешуге көмектеседі. Шындық. Генетикалық модификацияның өсімдіктер табиғи өнімдерін өле бастауы мүмкін. Плюс. Шындық. Қазіргі уақытта ГМО еркін саудаға түспеді. Жалған. Еркін саудада жүр. Гендік инженерлер ГМО-ның зиянын түпкілікті зерттеу үшін 5-10 жыл қажет. Жалған.